Ыбырай Алтынсариннің «Әке мен бала» әңгімесі. Бір адам 10 жасар баласын ертіп, егіннен жаяу келе жатса, жолда қалған аттың бір ескі тағасын көріп, баласына айтты: «Анау тағаны балам ала жүр». Содан кейін бала әкесіне сынып қалған ескі тағаны не қылайын деді. Әкесі үндемеді. Тағаны өзі иіп алды да жүре берді. Қаланың шетінде темір ұсталар бар екен. Соған жеткен соң әкесі қайырылып, манағы тағаны соларға 3 тиынға сатты. Одан біраз жер өткен соң шие сатып отырғандардан ол 3 тиынға бірталай шие сатып алды. Әкесі баласына қарамай шиені өзі жеп жүре береді. Бір кезде әкесінің қолынан шиенің үзімі жерге түсіп кетеді. Баласы да сол шиеге тым-ақ қызығып келе жатқан еді. Жерге түскен шиені жалма-жан алып аузына салады. Сәлден соң және бір ше, онан біраз өткен соң және бір ше. Сонымен әр жерде бір әкесінің қолынан түскен шиені 10 шақты рет иіліп жерден алып жеді. Ең сонда әкесі тоқтап тұрып айтты: Бе, мына тағаны жамансынып, жерден бір ғана иіліп, көтеріп алуға еріндің. Енді сол тағаға алған шиенің жерге түскенін аламын деп, бір еңкеюдің орнына 10 еңкейдің. Нан былай есінде болсын. Аға жұмысқа қиынсынсаң, көп жұмысқа тап боласың. Азға қанағат ете білмесең, көптен де құр қаласың, деді.